Ежелгі кезде бейбіт ауылда ерекше ұл дүниеге келді. Алғашқы күннен бастап ол барлық сәбилердің ішіндегі алып бала болған. Күн санап емес, сағат сайын өскен екен. Он жасында ірі болғаны соншалық, оның құрдастары атқан жебе көкірегіне де жетпеген. Сондықтан оны оқ жетпес деп атаған. Бойы қандай биік болса, күш-жігері де соншалықты тылсыммен қуатты болған. Қазақтарға әрқашанда жау шапқан. Барлық тұстан келген аш бөрілер секілді, ауылдарды қаңыратып шөпшегін ботадай боздатып кеткен. Қанша тырмысса да олардың алдынан оқ жетпес шығатын болған. Ал жау болса сазасын алып, тірі қалғандары құр алақанға айтқан. Кезекті масқара жеңілістен кейін қара ниеттілер бас қосып қалай болғанда да оқ жетпес батырды жер жастандыру керек. Ауылды тонап, күл талқан етіп, қазақтардың ұлдарын құлдыққа салып, сұлу қыздарын тартып алу керек деп шешеді. Барлығы жиналып, Бурабай шатқалындағы шайқасқа қайтып келеді. Бұл қанды майдан біраз күндер мен түндерге созылады. Шаршамай, шалдықпай, оқ жетпес жаудың жартысын ойраңдатады. Тағы да тірі қалғандар қашып құтылады. Олар ашық әрі әділ соғыс арқылы жеңе алмайтынына көз жетеді. Сол себепті қулық пен алдау арбау арқылы мақсатына жетпекші болады. Тас талқан болып қайтқан жерден пана тауып жасырынып жатады. Олардан соншалықты қатыгездік күте қоймаған оқ жетпес, шайқастан шаршап, денесін Күміскөл өзенінің емдік суымен жуып, Көкшетау тауының етегіндегі орманға кіріп, ағаштардың көлеңкесіне келіп ұйықтап қалады. Оның ұйқысы терең әрі тәтті болатын, бірақ ұзақ емес. Шұбырған шегіртке, қу түлкі және қаскөй қасқырлар секілді дұшпанда ұйқыдағы батырға тап береді. Ол тау секілді қасқайып тұра келеді. Оқ жетпестің қолында найза да, садақ та, қылыш та болмады. Қарағай мен шыршаны құлатып, қолын алып жауларға қарсы тұрады. Бірақ ойраңдалған 100 жауынгердің орнына тағы да жаңа қаруланған 1000 сарбаз келеді. Ауыр шайқастан кейін біздің кейіпкердің күші таусыла бастайды. Осы жолы қарсыластың саны әлде қайда көп болатын. Алайда тізесі жерге тимеген оқ жетпес, иығын жаудан босатып аспанға қарап, «О, Тәңірім, құлдыққа барып өлгеннен сақтай көр, мені тасқа айналдыр» деген екен. Батырдың жан айқайын естіген көк аспан оны тасқа айналдырған. Осылайша мәңгілікке тастың кейпінде қалған оқ жетпес аты аңызға толы жартасқа айналған.